Ассалаумағалейкум. Есімім Әділет болады. Мен контент продюсермін. Контент продюсер деген кім десеңіздер, мен бір ешкім танымайтын кәсіпкер даламында. Оған жаңа аккаунт ашып, нөлден бастап 1 миллион оқырманға дейін жеткіземін. Продюсер деген әртүрлі болады. Мысалы, біреу әншінің продюсері болуы мүмкін, там YouTube-тың продюсері болуы мүмкін. Мен чисто инстаграмный продюсермін. Яғни инстаграмда кәсіпкерге аудитория беремін, потом ол кәсіпкер ол аудиторияны алып өзінің продажаларын жасайды. Қазіргі уақытта любой адамға, абсолютно любой адамға подписчик керек. Базар, барахолкалар там қатты эффект бермейді. Қазіргі уақытта барлығы инстаграмда, тиктокта, прямой эфирда, рилста, сториста сатылыммен айналысады. Қаншалықты көп количество сізде подписчик болады, сізді именно жақсы көретін подписчиктер болады, сол кезде сіз көбірек продажа жасай аласыз. Ал біздің стиліміз ол жай ғана там миллион просмотр жинай салу емес, сол миллион адам сіздің видеоңызды көріп, сізді жақсы көретіндей амалдар жасау. 2020 жылы мен чисто блогерлармен жұмыс жасап бастадым. Ол кезде блогерлар, әншілер, кімнің страничкасына видео түсірсем де, олар миллион просмотр жинайтын. Енді менде сол кезде ой болды, то что оларда аудитория бар, сол үшін ғана просмотр жиналып жатыр деген. Бірақ атпаған видеолар да көп қой олардың. И ол нәрсені мен 2024 жылы түсіндім, когда біз ешкім танымайтын адамдарды алып, 0 подписчигі бар аккаунтқа кәдімгідей видео салған кезде, ол видеолар там миллион, 2 миллион просмотр, страничканы ашқаннан бастап сондай просмотр жинап бастаған кезде, қазіргі уақытта сенің страничкаң Қайрат Нұртастың страничкасы ма или ешкім танымайтын адамның страничкасы ма, разница жоқ екенін түсіндім. То есть контент мықты болса, ол қандай страничкада болса да миллион қаралым жинай алады. Жалпы контент продюсер деген сөзді мен 2024 жылы шығарғанмын. Ол кезде мен 30 видеоны, 30 рилсты 900 мың теңгеге кәсіпкерлерге түсіретінмін. Бір кісіге 30 рилспен 300 мың подписчик жинап берген болатын. Сөйтіп ойландым да, менде значит басқа видеографтарға қарағанда бір уникальный дүние бар. Яғни значит бұл просто видеография, мобилография емес, бір жаңа саланы енгізу керекпін деген ой келді маған. Неге вообще продюсер деп отырмын? Өйткені мен клиенттермен жұмыс істеген кезде олардың киімдеріне шейін өзім таңдап беріп, олардың айтатын сөздеріне шейін каждый бір жарым минуттық видео ма, сол 1,5 минуттың қай жерінде қандай сөз, қай жерінде қандай движение болатын барлығын өзім айтып беретін болдым. Сондықтан да контент деген сөзбен контент мейкер деген сөз болды. Сол контент деген сөзді алып, соған продюсер дегенді қосып қойдым. Өйткені продюсер деген сол жаңа бір адамды алып звезда қылады ғой. Соның екеуін осы сферада бір қосындысын жасадым, ол айтқанда. Инстаграмда қазіргі уақытта контенттің түрі өте көп. Мен бір уақыттың ішінде 10 кәсіпкер түсіріп жүрдім, и сол 10 кәсіпкерге 10 түрлі видеолар түсірдім. Яғни инстаграмдағы контенттің қандай түрі бар, почти барлығын жасап шықтым. Соның ішінде маған өзіме қатты ұнағаны ол адамдарды қуанту. Социальный эксперимент, пранктарды жасаған кезде мен бір ерекше кайф алдым. Себебі менің өзімнің 2020-дағы инстаграмға келуімнің себептерінің бірі ол адамдарға жақсылықты насихаттау болды. И біз осы 2023-2024 жылы социальный эксперименттер мен пранктарды түсіріп бастаған кезде қаншама адамдарға эмоция сыйлап, қаншама адамдарды қуантып, қаншама кредиттер жаптық, алтындарын ломбардтан алып бердік. И сол адамдардың қуаныштарын көріп отырып, мен осы бағытты ұстанамын деп, бүткіл қазір келетін клиенттеріме осы бағытта съемкаларды жасаймыз. Біздің салада ең бастысы ол результат қой. Егер сен результат көрсете алсаң, жаңағыдай просмотрлар жасап, оқырмандар ол кісіге жинап беріп, қызметін атқарып берсең, ол саған любой сумманы төлеуге дайын да. Контент продюсер деген кім деген сұраққа осылай қысқаша жауап беруге тырыстым, барынша түсінікті қылып. Енді тіркеліп қойыңыздар, қызық болса. Бұл әңгіме өте ұзақ. Алла қаласа, каждый клиентіміз жайлы, осы біздің жұмысымыз жайлы, қалай результаттар жасауға болатынын лайфхактармен сіздермен келесі выпусктарда бөлісетін боламыз.